Қайырлы күн. Бүгін сіздермен үй жағдайында осындай маргарита пиццасын пісіретін боламыз. Ингредиенттерін описанияның астына қалдырамын. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, қолдауларыңызды сұраймын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге ең алдымен жылы су. Осы жылы суымызға бірденнен қамыр ашытқысын және қантымызды саламыз. Қамыр ашытқыларыңыздың міндетті түрде мерзіміне қараңыздар. Мерзімі өтіп кетпеген болу керек. Осылай жақсылап араластырып, жылы жерге бетін жауып 15 минутқа қалдырып қоямыз. Он 15 минуттан кейін ашып қарасаңыздар, бетінде осындай көпіршіктер пайда болады. Бірденнен тұзымызды саламыз және зәйтүн майымызды құямыз. Одан кейін жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін електен өткізіп, ұнымызды саламыз. Ұнымызды бөліп саламыз. Одан кейін қолымызбен жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Шет-шетіндегілердің бәрін жинап, жақсылап қамыр илейміз. Қамырды илеп болғаннан кейін бетіне зәйтүн майын жағып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Енді пиццаның соусын дайындаймыз. Пиццаның соусын осындай кішірек 3 қызанақ алдым. Егерде үлкен қызанақтар болатын болса, 2-і жетеді. Осылай 4 шетінен бөліп қоямыз. Бетіне ыстық қайнап тұрған суды құйып, бетін жақсылап тығыздап жауып қойыңыздар. Бір 10 минуттай тұратын болсын. 10 минутымыз өтті, мен суын бірден төгіп тастадым. Енді сырты тез ашылатын болады. Соусқа бұл қабығының қажеті жоқ. Сондықтан осылай алып тастаңыздар. Қабығын ашып болғаннан кейін блендердің көмегімен немесе майдалағыштың көмегімен жақсылап езіп аламыз. Сковородкамызды қыздырып алып, оның бетіне зәйтүн майын кішкене ғана құятын боламыз. Менде пиццаға арналған дәмдеуіш, ішінде орегано, базилик, паприка барлығы бар. Бұның ішінде тұзы да бар. Сондықтан осындай дайын дәмдеуішті қолдандым. Осылай жылдам араластыра отырып, бетіне сарымсағымызды саламыз. Бетіне сарымсағымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Оттарыңыздың астын бәсеңдетіп қоясыздар. Осылай жылдам араластырамыз. Бұған 1 минуттай кетеді самырсақпен дәмдеуішті қуырғанға. Одан кейін барып, бірденнен жаңағы майдаланған қызанағымызды саламыз. Жылдам араластырып, 2 минуттай осылай қозғап тұрамыз. Міне соусымыз дайын. Осы соусымызды суығаннан кейін бірденен қолдана береміз. Пиццериядағы пиццаға дәм беретін осы соус. Қамырымыз ашып, дайын тұр, өте жақсы көтерілді. Ыдыстан түсіріп аламыз қамырды. Қамырымызды осылай кішкене домалақтап, одан кейін барып 2-ге бөлеміз. Қамырды өздеріңіздің қалауларыңызша қолдарыңызбен немесе оқтаудың көмегімен жайсаңыздар болады. Менде 30 сантиметрлік 2 пицца шығады.
Мені қамырды жайып болдым. Мен бір пиццаға осылай бортик жасадым, біреуіне жасаған жоқпын. Одан кейін осылай шанышқының көмегімен барлық жерінен осындай тесік жасап шығамыз. Жаңағы соусымызды дәл ортасынан осылай құйып, шет-шетіне жақсылап жаямыз. Салмасына мен тек қана моцарелла сырын пайдаландым. Осылай барлығын жақсылап салып шығамыз. Бетінде сыры көп болса әдемі көрінеді және пиццаның дәмі өте әдемі болады. Сондықтан жақсылап салыңыздар. Бетіне қызанақтарды өте жұқа етіп турап осылай салдым. Пештеріңіздің максималды қызатын қызуы қанша, соған қоясыздар. 280-300 градус болса соған қойып, 5 минутқа 7 минутқа пісіріп аласыздар. Пиццамыз пештен өте әдемі болып шықты. Мен 7 минут пісірдім 250 градуста. Осылай бірденнен кесіп жей берсеңіздер болады. Қамыры өте жұмсақ, өте әдемі болған. Бортиктары да әдемі шықты. Осылай әдемі болып тұрады, өте нәзік. Жасап көріңіздер, ас болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.